Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ұлы даланың сәулет өнері. Мақсатымыз оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып түртіп жазу. Сұрақтарға ауызша жауап бер. Қазақстан жеріндегі тарихи сәулет жәдігерлері ретінде қандай нысандарды атар едің? Өз өлкеңізде тарихи сәулет өнерлері бар ма? Бар болса, қандай? Атаңыз. Ұлы дала сәулет өнерінің кезек берейік. Оның ішінде біз тоқталатынымыз бүгін күмбез және кесене туралы. Күмбез дегеніміз не? Күмбез жалпы жобасы шеңберленіп келген, кейде көп қырлы, эллипске ұқсас ғимараттар мен құрылыстардың төбесін жабуға қолданатын конструкциялық элементтердің бір түрі. Ал кесене дегеніміз қабір, бейіт, зират, мола басына салынған күмбезді мәдени тарихи ескерткіш. Бұл Қазақстан жерінде өте көп кездеседі. Соның ішіндегі біз бүгін бір-екі кесенемен танысатын боламыз. Жошы хан кесенесі Жезқазған қаласынан солтүстік шығысқа қарай 50 км жерде Қаракеңгір өзенінің жағасында орналасқан көне архитектуралық ескерткіш. Жошы хан күмбезі порталды күмбезді құрылыстар қатарына жатады. Жобасы тік бұрышты, құрылыс материалдары күйдірілген кірпіш, ғаныш, әкімшілік жобаның аумағы 9,155 және 7,125 метр. Көзге айрықша түсетін нәрсе салтанатты порталы. Оның маңдай алдын сүйір арка түрінде шығарып, екі жақ босағасын үстіңгі салмақты еркін көтеріп тұру үшін мейлінше бері кетіп тұрғызған. Алаша хан кесенесі Ұлытауда 15-16 ғасырда халық шеберлерінің қолымен салынған Қазақстандағы бірден-бір ерекше архитектуралық ескерткіш. Сырт көрінісі кірпіштен өрнекпен қаланған. Өрнектің түрлері кіреберіс бетінде шығыс кілемнің суретімен безендірілген. Алаша хан күмбезі порталды күмбезді сәулет өнері үлгісіне жатады. Күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Барабан сатыланып кішірейе түсетін 4 белдеуден тұрады. Енді тыңдалымға назар аударайық. Ұлы дала сәулет өнері. Ежелгі Қазақстан мәдениеті немесе ұлы дала өркениеті Еуразия өркениетінің басы, жалпы адамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі. Алтайдан Дунайға дейінгі десті қыпшақ жері әрі далалы, әрі таулы, әрі өзен сулы, нулы өлке. Осы ұлы далада өркениеттің орнауына себеп болған бірнеше факторлар бар. Бірінші, Алтайдан Донға дейін созылған ұлы дала екі құрлықтың басын қосты. Ол Еуропа мен Азияның қақпасы болды. Екінші, дала өркениеті біздің жыл санауымыздан 1000 жыл бұрын пайда болды. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 4000 жылдың соңында түркі жұрты ең жүйрік аң жылқыны қолға үйретті. Үшінші, ұлы дала Әмудария мен Сыр арқылы Қытай, Парсы, Үнді, араб өркениеттерімен тоғысты. Төртінші, ұлы дала арқылы өтетін ұлы жібек жолы сауда жолы ғана емес, мәдениеттердің тоғысу жолы еді. Бір ғана Сырдарияның бойында 300-ге жуық қала мен елді мекен болды. Бұл Сахарада сәулет өнерінің таңғажайып туындылары пайда болды. Бесінші, біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан біздің заманымыздың 5-ші ғасырына дейінгі кезеңде Қазақстанды мекендеген тайпалар Сақ, Саурамат, Ғұн, Сармат, Исін, Қаңлылар, Отырықшы, жартылай көшпелі тіршілік кешкен. Алтыншы, көшпелі тұрмыста әлемде теңдесі жоқ баспана, киіз үйді ойлап тапқан ежелгі халықтың қалалық мәдениет жағынан да адамзаттық өркениетте өз орны үлесі бар. Осы аймақта көшпенді дала мен қала өркениеті қатар дамыды. Бұл өңірде аң стиліндегі ерекше зергерлік өнер туды. Осы тыңдалымда егер мұқият тыңдасақ, келесі тапсырмаларды орындайық. Ұлы даланың өркениетінің даму факторлары туралы бірнеше факторлар айтылып кетті тыңдалымда. Сол факторларды теріп жазамыз. Үй тапсырмасы: 82-ші беттегі мәтінді оқып, мазмұнына сәйкес тақырып қойыңдар. Мәтін мазмұны бойынша 3-4 сұрақ жазыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.